Сәлем баршаңызға, менің жағанадан келген оқырмандарым. Менің есімім Талшын, көпбалалы анамын және ерекше қыздың анасымын. Біз әдеттегідей қызымызды кардиологқа апару үшін шықтық. Бүгін болған жағдайды айтқым келіп отыр. Бұл жолы біз басқа клиникаға бардық. Ол жерде аппараттар да жаңа екен. Қызымның жағдайы бір қалыпты екенін, әлі де бақылауда болатынын айтты. Бірақ кардиологқа талонды біздің медсестрамыз дұрыс жібермегендіктен кардиолог медсестраға хабарласуымды өтінді. Ал біз күйеуіміз екеуміз әбден әбігерге түсіп медсестрамызды ала алмадық. Өйткені ол мені де жолдасымды да блокқа тығып тастаған. Мен неше айдан бері ол кісіге жүгіне алмай, ол өзінің қызметін дұрыс атқармай жүрді. Осыдан 4 ай бұрын осы қызымның диагноздары белгілі болып, түрлі патологиялары шығып, өзіміз әбден стресстік жағдайда жүрген кезде ол кісі бізді басқа адрес беріп шатастырып жіберді. Әбден жаңағыдай бір күнде 2 запись болғандықтан біз бір клиникадан екінші клиникаға баруымызға тура келді. Сол үшін жолда кептеліс болады, үлкен қала болғаннан кейін бізге шатастырып айтқан адрес бойынша барып, біз сандалып, жолдасын әбден ашуменен сол медсестраға шамалы ашуменен сөйлеп болған болатын. Бірақ ол кісі маған звондап, сендер неге өздерің білмейсіңдер, көзі ашық, сауатты адамсыңдар, неге өздерің тауып алмайсыңдар деген сияқты көптеген маған дөрекі сөздер айтты. Бірақ мен өзім стресстік жағдайда жүргендіктен мен ол кісіге ештеңе деп те айта алмадым. Ол кісінікі де бір жағынан дұрыс болмады. Өйткені ол басқа адреске жіберіп, бізді талон басқа адресте болды, біздің барған жерімізді де басқа адресте жазып жіберген. Үлкен кісі болғасын мен жаңағыдай ашуланбай қоя салдым. Мүмкін шатасып кеткен шығар деген сияқты мән бермеген болатын. Бірақ ол кісі сол кезден бастап маған дөрекі сөйлей бастады. Бірақ мен жаңағыдай өзім қатты стресстік күйде жүргендіктен врачқа айтып, мен айттым, біз участок ауыстырамыз, мен ол кісіменен конфликтте болғым келмей, дальше жұмыс істегім келмей, мен көптеген ауыр сөздер естідім ол кісіден деп айтқан болатын. Бірақ маған врач жоқ, бұл мәселені мен өзім шешіп беремін, маған хабарласа бер, любой моментте керек талондарыңды, керек запистеріңді өзім орындап берем дегесін мен үндемей қоя салдым. Содан кейін мен ол медсестраға барған жоқпын, барлық жұмысымды сол врач өзі орындап беріп жүрді. Кейінгі кездері врачтың да қол тимей, жаңағыдай сол кісі медсестраның алдына баруға мәжбүр болдым. Ол кісі біз барған кезде жақтырмай үнемі сөйтіп қарайтын болды. Мен сонда да мән бермедім, жүре бердім. Бірақ енді бүгін кардиологқа барғанда менің қатты күйінгенім сондағы сол уақытқа дейін, мысалы қызым 2 ай кезінде болған жағдай үшін біз 4 ай бойы бізді блокқа тығып тастаған. Сол кездердің өзінде бізге кардиологқа талон шығатын кезде 2 айында мені әдейі именно талон шығатын күні блокқа тығып тастап әбден әбігерге түсірген болатын. Мен ол үшін де ол кісіні кінәлаған жоқпын, бірақ ренжісімді врачқа айтқан болатынмын. Содан бері маған жаңағыдай үнемі қас-қабағымен барған кезде жақтырмай қарайтынын сезетімін. Мен сонда да мән бермедім. Бірақ бүгінгі істеген тірлік үшін мен әбден ашуым келді. Біз медсестраны аламай врачқа шығып, WhatsApp-тан да жаздық, жауап бермеді. Мен звондадым, хабарласып ала алмадым. Содан кейін жолдасым звондап, содан кейін барып врачым телефоны көтерді. Мен айттым, болған жағдайды айтып, маған талонды қайтадан жіберуіңіз өтіндім. Бірақ ол қазір шешемін деп, ол да сол күйі 15-20 минуттай күтіп қалдым. Болмағасын
Менің сөмкемде баламның телефоны болатын. Сол телефон арқылы медсестраға тағы да звондадым. Содан кейін айттым, сөйтсем ол кісі маған қатты дөрекі сөйлеп, мен ол кісіге айттым, сіз неге мені блокқа жібергенсіз, біз сізді неше сағаттан бері мына жерде ала алмай жатырмыз десек, маған ол кісі дөрекі сөйлеп, сен әңгімеңді қысқартшы, маған не керегін айтшы деген сияқты дөрекі сөздерді айтты. Мен аңтарылып, не айтарымды білмей, кардиолог қарап тұр, жолдасым қарап тұр, тілім байланды да қалды. Содан кейін кардиологтың айтқанын медсестраға жеткізім, содан кейін барып ол телефонды сразу қоя салды. Содан кейін біз кардиологтан шыққаннан кейін мен әбден ашуландым. Ол кісінің айтқан сөзі үшін мені бала сынып, жасым әрине ол кісінің қаншама жасқа кіші, бірақ сонда да адам деген өз жұмысын дұрыстап атқару керек. Пациенттерге қанша жас болса да қанша олай дөрекі сөйлемеу керек деп ойлаймын. Сол себепті мен қатты ашуландым. Маған айтқан сөздері қатты тиді. Өйткені қанша айдан бері ол кісінің игнорын мен елемей жүрдім, елемеге тырыстым. Өзім стресстік жағдайда жүргесін артық нәрсеге миымды шаршатқым келмеген тұғын. Бірақ бүгінгі жағдайдан кейін мен қатты өзіме қатты алдым. Қатты жүйкем тозып, кешке дейін басым ауырды, қатты ренжідім. Содан кейін болмағасын врачқа айттым, неге ол кісі ондай маған дөрекі сөйлейді. Неше айдан бері жаңағы блоктан шығаруға болатын еді ғой, біз қанша әбігерге түсіп мына жерде біраз күтіп қалдық деп врачқа біраз сөйледім. Бірақ ол кісі үндемеді. Содан кейін бізде Алматы болғанда барлық осы синдром Даунасы бар балалардың чаты болатын. Сол чатта айтқанмын сол кісінің сөздерін. Ол кісілер маған неге өтінішке жауап тастау керектігін айтты. Содан кейін ашуменен ол кісінің атынан мен жауап тастағанмын. Содан кейін ол кісі маған алдымда мейрам күндер болғаннан кейін менің өтінішім бірден қаралған жоқ. Мейрам біткеннен кейін ол өтініш сол орынға барып қаралып, маған медсестра сіз мені енді мазамдамаңыз, менің жаңағыдай басқа участок ауыстырыңыз деген сияқты запись жіберіпті. Содан кейін мен ойландым, неге бұл кісі өзіне берілген жұмысты атқармайды. Қанша жасы үлкен болғанымен ол сол орында отыр. Ол алдына келген пациенттің жаңағыдай жұмысын орындап беруге міндетті, жіберген жерінің адресін айтуға, тауып беруге міндетті. Жалпы осы жағдай басымнан өткеннен кейін мен өзім шамалы қатты бір 2-3 күн басым ауырып күйзелісте жүрдім. Одан кейін болмағасын завучке барып кіріп шығып айттым, осындай жағдай болды. Басында конфликт қалай басталды барлығын айттым. Ол кісі өзі мен үлкенмін деп мені баласынып, осындай мені осы уақытқа дейін дөрекі сөйлеп, маған звондап, маған айқайлап, дөрекі сөйлеп келгенін мен үндемей көтеріп келдім деп айттым. Бірақ енді мен оның сөздеріне шыдамаймын. Мен не үшін жаңағыдай өтініш жауап тастағанымды барлығын айтып, мені врачымды, участогымды ауыстыруды талап еттім. Енді қараңыздаршы, менің жасағаным дұрыс па? Әлде мен артық кеттім бе? Сол сұрақ мені мазалап жүр. Бірақ мен 4 ай бойы ол кісінің сөзін елемеуге тырыстым. Басында біздің жағдайымызды көрді, қабылдай алмай жүргенімізді көрді. Бірақ жаңағыдай одан самайын
бізге психологиялық жағынан көмектесудің орнына ол кісі бізді осылайынан игнорға тығып осылай бізді төмен түсірді, бізге қызмет көрсетуден бас тартқысы кеп мені мазалама деген сияқты әңгімелер айтты. Жалпы бұл жағдай маған кәдімгідей стресс болды. Медсестранікі дұрыс па, бұрыс па, ойларыңызды комментария қалдырып кетіңіздер.